бастап алаш арыстары жалғаған ұлы жол ұлтымызды есейтіп, мүлде жаңа деңгейге көтерді. Олар қазақтың болашағы қандай болу керектігін айқындап берді. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой деген Қағым Абайдың өсиеті жас ұрпаққа үлгі өнеге болуға тиіс. Абай мұрасы халық қазынасы. Ұлы ақынды ұлықтаймыз. Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен 2020 жылдан бастап 10 тамыз ресми түрде Абай күні болып бекітілді. Бұл күн ұлы ақын, ойшыл, ағартушы Абай Құнанбайұлының туған күніне орай белгіленген мереке. Баршаңызды Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті ұжымының атынан Абай күні мерекесімен құттықтаймын. Айтулы мерекеге орай білім ортамызда өткізілетін іс-шаралардың бірі Абайдың қара сөздерін оқу челленджін қабыл алыңыздар. Абайдың 19 қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған жағдайда адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Абайдың бұл қара сөзі арқылы адам білім мен тәрбиені өмірден үйрену арқылы алады. Ал жақсыны бойына сіңіріп, жаманнан аулақ жүрген адам ғана кемел тұлға болатынын ұғынамыз.